Сәлем достар, барлықтарыңа. Бүгін біз осындай өте дәмді әрі сүйкімді синнабон жасайтын боламыз. Видеомызды бастамастан бұрын сіздер маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі менің қолдағандарыңыз мен үшін өте үлкен мәртебе болады. Ал ендеше біз видеомызды бастаймыз. Ең бірінші осындай шұңқыр ыдысқа жылы сүтті құйып аламыз. Сүттің жылы болуы өте маңызды. Салқын болмау қажет. Салқын болса көтерілмей қалады. Екінші осындай 3-4 қасық қант саламыз. Немесе тәтті болған қаласаңыздар, одан да көп салсаңыздар болады. Одан кейін қанты ерігенше ленчикпен жақсылап араластырамыз. Қант ерігенше көбірек араластыру міндетті. Одан кейін кішкентай қасықпен қопсытқыш саламыз, яғни дрожж 1,5 немесе 2 қасық салуға болады. Осылай жасап араластырамыз. Оны көбірек араластыру міндетті емес, жағына араластырып бетін жауып шетке қойып қоямыз. Сосын бөлек ыдысқа 2 жұмыртқаны жарамыз. Солай аккуратный дұрыстап әдемілеп жарамыз. 2 жұмыртқаны жарып, одан 2 жұмыртқаны жарып болғаннан кейін үстіне 3-4 қасық қант саламыз. Сол қазір бізге өзіміздің жасап жатқан жаңағы начинкасы болады. Бұл қантты салып болып ленчикпен араластырамыз. Сап-сары болғанша. Сосын айта кететін жайт, қантты көп салғандарыңыз өте дұрыс, себебі жасаған синнабондар дәмді болмай қалуы мүмкін. Менде сондай болып қалды. Сіздер көп қант салыңыздар, сонда өте дәмді болады. Осылай көбірек араластырамыз, сап-сары болғанша. Одан кейін жаңаға жасаған көтерілсін деп қойған сүттің үстіне ерітілген сары майды құямыз. Одан кейін жаңағы жұмыртқамен қант араластырған начинканы да құятын боламыз. Сосын екеуі қосылып болғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Ленчиктің көмегімен көбірек араластырамыз. Барлығы жақсы күшті болып араласып болғанша. Осы араластырып жатқан кезде кішкене сары түс болады. Соған дейін араластыра береміз. Мінекей болды. Енді біз осының үстіне тордан өткізілген ұнды саламыз. Осындай ыдыспен 2-2,5 ыдыс салсаңыздар болады. Осылай қолмен істеместен бұрын қасықпен араластырып аламыз. Қасықпен жақсылап араластырып тез болғанымыз осылай. Осындай болып шығады, және екінші ыдысты құямыз. Осындай қамыр шығады. Өте жұмсақ. Соны илеп, осылай үстінен басып. Осылай болғаннан кейін үстіне пакет немесе жай ғана ондай майлы жауып қойсаңыздар да болады. Пакет, оның үстіне майлы немесе басқа да бір
заттар болса да қойып қоюға болады, және де жылы жерге қойып қою қажет. Осындай зат жабамыз бетіне. Ол тез көтеріледі, себебі құрамында дрожь бар. Содан кейін бөлек тағы да кішкентай ыдысқа кунжут саламыз. Кунжут болмаса мак болады, мак болмаса корица да болады. Біздің үйде макты ешкім жақсы көрмейді, сол себепті мен кунжут қостым. Кунжут және де оның үстіне қант қосамыз. Қантты кішкене көбірек қосамыз. Өте көбірек қосыңыздар, себебі мен сіздердің булочкаларыңыз күшті болып шығады, дәмдері. Мен булочкам көп қоспағандықтан дәмді болмай қалды. Мен бірінші рет жасап тұрғандықтан осылай болды деп ойлаймын. И тағы да кішкене кунжуттарын қосамыз. Солай барлығын араластырып. Осы кеседегі барлығын салу керек. Қамырдың бетіне қазір көрсетіп кетемін. Солай қалған кунжутты да салып жібереміз. Былғаймыз барлығын. И осылай қамырымыз көтеріліп қалыпты. Қамырды 2 немесе 1,5 сағатқа қойып қойға болады. Осылай күшті болып көтеріледі. И осыны біз 2 бөлікке бөлуге қажет. Біз қазір осылай бетінен басып осылай енді 2 бөлікке бөлеміз. Бір бөлігін екеуін теңдей бөлеміз. Менікі біреу кішкентай, біреу үлкен болып қалған сияқты. И осылай бір бөлігін алып жаямыз. Үлкенірек осылай сосын бетіне сары майды жағамыз. Сары май қатты бөлме температурасында болу керек. Сосын осылай бетіне жаңағы нені сеуіп, осылай сабақпен кессеңіздер күшті болады, пышақтың орнына. Пышақпен кессеңіздер, ол ішіндегі жаңағы қанттар шашылып кетуі мүмкін. Сол себепті сабақпен кесіңіздер. Сабақпен кесуге өте күшті болады, кеңес беремін. Осылай барлығын кесіп аламыз. Менде осындай 14 штук, бір зваладан 14 штук синабондар шықты. И осындай қағаздың үстіне қойып қоямыз. Бетін жауып кішкене уақытқа, кішкене көтеріледі, одан кейін барып саламыз. И міне менің синабондарым пісіп шықты. Өте күшті, қараңыздар. Беті де өте дәмді көрінеді. Сіздерге жасауға кеңес беремін, өте дәмді болып шығады, жасап көріңіздер.